Ассалаумалейкум, құрметті асылдарым, жақсыларым. Қазіргі көп жігіттер армияға кетіп жатыр. Және де армиядан келгеннен кейін өздеріне жұмыс таппай жүргендері де бар. Көбісі стройкаға барып, армандарын құмға айналдырып, сол жерде кірпішпен бірге араласып, бетонмен құйылып жатыр. Қарасаңыздар, біздің қазақтың жігіттерінің армандары қандай? Дәп қазір сіздерге маған осындай армандарын асқақтатқан бір жігіт келіп жұмысқа тұрған болатын. Соның өмір баянын баяндап берейік. Жалпы негізі қандай өзгерістер бар, кім болып жатыр, не істеп жатыр деген мәселелерді бірге қарайтын боламыз. Кинодағы жігіттер сияқтысыз ғой, Әділ. Ассалаумалейкум. Алейкум. Үстіңіздегі француз материалынан тігілген асыл адам костюмі, көзінде асыл адамның көзілдірігі, аяқ киім асыл адам. Бәрі асыл адам. Жалпы негізі мен осы программаның разработчик ретінде, осы программаны құрастырғанда, осындай Әділ сияқты жас жігіттердің армандары орындалса қалай болады деп ойлайтын. Жалпы дорожный карта дейміз ғой, сіз жұмысқа келдіңіз, содан кейін автоэксперт болдыңыз, жұрттардың автокөлік алып жатқан кезде Аманат Драйв арқылы сіз барып, соңға барып, оның жаңа бүкіл оценкасын шығарып, оның бүкіл құжаттарын бәрін дайындап жүрген кезде сіз осы Аманат Драйв туралы толық біле бастадыңыз. Кейін Аманат Драйвқа өкілдік ашып, өзім қолыма мүмкіндік бер дегеннен кейін біз сізді бөлек шаңырақ қылып шығардық, оқыттық. Одан кейінгі уақытта, қазіргі уақытта Әділдің айлық табысы 4 миллионнан асады, құрметті достар. Кейде сол 4 миллион теңгені айтсам, адамдар сенбейді. Өйткені бізде басында адамның рамка жоқ, потолок жоқ, ашық аспан. Самғап ұшам десе, қазіргі уақытта заманауи технологиямен KPI дейміз. Адам көп жұмыс жасаса, көп ақша тауға мүмкіндік бердік. Аз жұмыс жасаса, аз табасыз. Сондықтан енді Әділ енді дорожный картадағы сіздің жол картаңызда өсіп келе жатсыз, өніп келе жатсыз. Ең бастысы компания сізге автокөлік алуға, үй алуға, немесе жақсы табыс табуға мүмкіндік берді. Қандай ойыңыз бар? Енді мен разработчикпін, постоянно сіз звондап, WhatsApp-тан жазып тұрасыз. Рахмет аға, осындай мүмкіндік бергеніңізге деп. Ассалаумағалейкум деймін тағы да. Жалпы енді айтып өтетін болсақ, мен біріншіден енді Алланың арқасында, екіншіден сіздің арқаңызда осындай жетістіктерге жетіп жатырмыз. Осындай керемет көлік алып жатырмыз, алла жазса үй алуға да әрекет жасап жатырмыз. Қазіргі таңда айлық табысымызда, яғни өсіп, өмірлік жәнегі немізде өсті да, потребностьтарымыз да өсті. Сізге үлкен рахметімді айтамын. Жалпы Аманат Драйв ұжымына үлкен рахметімді айтамын. Енді Аманат Драйвқа келгеннен кейін армандарың действительно өзгерді ғой? Өзгерді, иә. То есть өміріңіз өзгерді, армандарыңыз айқындалды, мақсатыңызға жететін жолды таптыңыз, сонымен жұмыс жасап келе жатсыз. Қазір еңбекқорлығыңызда жалпы негізі ізденіс, жалпы табыс көзін ұлғайту мәселесінде сіздің жасап жатқан жұмыстарыңызды бәрін көріп отырмыз. Негізі басқаларға үлгі болсын деп бүгінгі осы видеороликті де түсіріп жатырмыз. Қазіргі уақытта Алматы қаласынан қаншама қыз жігіттер, жастар, мысалы үшін неше түрлі 50 берсең 100 аласың, кемпір берсең қыз аласың деген компанияларға кредит алып кіріп кетіп, одан кейін жаңағындай асыл өліп қалып жатқан да жағдайлар бар, Құдай сақтасын. Сондай қыз жігіттердің бәріне айтатыным, мына Әділге келсеңіздер, Әділ сіздерді оқытып, қалай автокөлік алу керек екен, қалай үй алу керек екен, қалай жігіттерге қызға барып сөз салу керек екенін бәрін үйрететін боласыз ғой, өйткені үстінде жаңағындай қымбат костюм, қымбат көзінде көзілдірік. Бұл кісі мысалы үшін бір айлықпен жүрген кезде осындай костюмді алуға мүмкіндік болмайтын еді. Бірақ енді қазір қарасаңыз, не только костюм, оның жанында автокөлік алып қойған, және де қызына жүзік алып қойған, жақын арада ол кісімен де таныстыратын боламыз. Жалпы негізі қызыңыз бар ғой енді? Қызымыз бар, болашақ келін енді. Енді келін дейміз ғой. Бір қазақтың қызын бақытты ететін мүмкіндігіңіз бар, енді Алла қаласа. Ең бастысы жақсы, салиқалы ұрпақ болсын деймін. Ал енді қазір осы жерде жастар қарап отыр ғой, осы программаны қарайды қазір. Әділ деген кім деп сіздің инстаграмыңызды зерттейді. Сонымен қатар жаңағы болашақ жарыңызда сіздің жаңағы басқа қырынан танып біле бастайды. Жалпы не айтасыз? Қалай болды? Өзі нөлден бастап айтайықшы. Ең бірінші не болды? Қалай келдіңіз? Жалпы енді Аманат Драйвқа келген кезде
біріншіден Аманат Драйвта өзіңіз білесіз ғой, біз келген кезде яғни жәнегі соғыс қырғын болып жатты. Сол кезде қиын кезеңде Аманат Драйвқа келіп, сондай кезеңде жұмыс жасаған болатынбыз. Басында енді 4 айдай жәнегі жұмыс ақысы да жәнегі жұмыс ақысы болған жоқ, яғни тегін жүріп жұмыс жасадық. Бірақ сол тегін жүрген яғни 4 айымнан мен өкінбеймін, потому что сол 4 айдың ішінде мен осы Аманат Драйвтың программасын Аманат Драйвқа ең бірінші келген кезде бұл кісілер 4 ай бойы тегін жұмыс жасаған. Тегін дейтін себебіміз, бұл кісі келгеннен кейін ешқандай өзінің потенциалын көрсете алмады. Көрсете алмаған деген договорлар жасалған жоқ. Договор жасалмаса сізге система ешқандай ақы төлемейді. Сіз сонда да кетпей, тырысып жұмыс жасадыңыз. Ал бірақ енді сол 4 айдың ішінде, мысалы үшін, өте қиын жағдайдан өттік қой, компания өтті. Ал енді қазіргі уақытта әділ 10 миллион табыс табады деген рас па? Негізі жалпы табысыңызда? Жалпы табысымда негізі рас. Сіз 14 миллион теңгесін қолыңызға наличка ұстайды дейді. Наличкамен ұстаймыз. 2 айда сіз онда бір машина алып тұратын жағдайыңыз бар екен ғой, Алла қаласа. Алла қаласа бар, Бірақ еще бұл сіздің потенциалдың ең керемет несі емес, одан ары қарай да мүмкіндігіңіз бар ғой, өсе беруге. Өсе беруге мүмкіндігіміз бар, Енді мына автокөлікті айтайықшы, қанша алдыңыз, қандай автокөлік бұл? Бұл Hyundai Accent автокөлігі 2020 жылғы, негізі алған кезде 8 миллион қалдым. Жалпы енді кіру жарнасын, алғашқы жарнасын барлығын төледім, осы Аманат Драйв арқылы алдым. Кэшбэкпен төледіңіз? Кэшбэкпен төлеп алдым, Құрметті ағайындар, бір тиын ақшасы да автокөлігі үй алуға болады деп бұрын айтқан болатын. Міне қазір мен сізді қатты танымаймын, бірақ енді осы жобаға келгеннен кейін, енді әділ дегеннен кейін жастарды көбінесе қарайсың, жақсы дейсің. Но бірақ қазір уже сізді тек қана Қазақстанның қаншама аймақтарынан адамдар таниды. Өйткені бүкіл осы Алматыға келген автокөліктердің көбісін сіз жаңағы жүріп оформление жасайсыз, дұрыс па? Одан кейін әділге рахмет деп айтып жатады. Олар қолыңызға бір нәрсе қыстырмай ма, рахмет деп? Енді біз Аманат Драйвтан енді өзіміздің жұмысымыз үшін итақты алып жатырмыз ғой, ол кісілерден ештеңе алмаймыз. Бірақ торт әкеп беретіндер бар. Торт әкеп беріп, рахметтерін айтып кететін бар. Кафеге барып жүр, тамақ ішейік деп жәнегіше өздерінің рахметтерін сөйтіп айтып кетеді. Жалпы халықтың алғысын алып жүрсіз ғой. Халықтың алғысын алып жүрміз, Аллаға шүкір. Ал енді өзіңіз сияқты 21 жастағы жігіттерге не айтатын едіңіз? Өзім сияқты 21 жастағы енді балаларға айтарым, өз-өздеріңді дамытыңдар кішкентай кезден, яғни жәнегі мынау қазір айтып жатады ғой, қазір өз-өзіңді дамытатын заман, бір жағдайға жететін заман. Мысалы, сен қазір жәнегі құр жәнегі бір сөзбен айтқанда қыдырып, тағы да басқа нәрсені істеп, жәнегі ештеңкеге жетпейсің бұл өмірде. Постоянно кітап оқып, тренингтарға қатысып, өз-өзіңді дамытып, осындай жәнегі мықты компанияларда жұмыс істеп, яғни өз-өзіңнің потенциалыңды көрсете білсең, осындай керемет жағдайларға жетуге болатынын мен жастарға айтамын. Жалпы тағы да бір айтып кететін мәселе, біріншіден армандау керек, арманның артынан мақсат болу керек, мақсаттың артынан результат болу керек деп мен айтамын. Жалпы жастарға айтарым менің осы. Қазір жаңа оқу деп айтып жатсыз. Компания қаншама ақшасын қазір сіздерді оқытуға жұмсап жатыр. Ең Қазақстандағы білікті мамандар, шетелдегі білікті мамандар. Сіз жаңа шетелдің біраз нелерінде онлайнда оқыдыңыз ғой? Онлайнда оқыдым, тренингтарда. Сондықтан қазіргі уақытта біз оның бәрін өзіміз төлеп компаниядан сіздерді дамыту үшін. Өйткені кез келген адамның потенциалын өсіру үшін оған оқу керек. Оқу керек, келсем. Ешқандай еңбек етпей, оқымай жетістікке жетем дегенді мен білмеймін. Ол үшін тек қана лотерейден ғана ұтып алу мүмкін. Ол лотерейден түскен ақшаны қалай осылай жұмсақтатсақ. Өз-өзін дамытқан адам ғана осындай бір жағдайға жетеді деп ойлаймын мен. Енді қараңыз, сіз қазір табыс таптыңыз, табысты қалай болса жұмсап жүрген жоқсыз? Қалай болса солай жұмсап жүрген жоқпын. Өйткені ол сіздің маңдай теріңізден келіп жатқан ақша, ол жаңа ғайыптан келіп жатқан жоқ. Ол табу үшін сіз кәдімгідей өзіңізді дамытып, оқып, жұмыс жасап, бізбен бірге өсіп өркендеп келе жатсыз. Ал компанияның миллиардтаған оборотын көргеннен кейін, сіз де уже сондай компанияда ашық, тем более бұл халықтық жоба болғаннан кейін не болып жатыр, бәрін біліп отырсыз. Ал енді сондай жобада отырғаннан кейін сізде уже миллиардный басыңызда уже обороттар айналатын болады. Рас қой? Цифрлар миллиард дегендерді тек қана жаңалықтардан ғана көрген шығарсыз енді? Жаңалықтардан ғана көретінбіз, миллиард деп, ойбай қандай миллиард деп ойлайтын едік. Қазір енді нормально болып қалды. Миллиардтаған обороттардың ішінде өзіңіздің кэшбегіңізді жинап алған кезде сіздің кэшбегіңіз әжептәуір болып тұр ғой. Аллахтың қалауымен. Енді қазір Қызылордада магазин ашып жатырмыз, тегін тамақ ішетін. Ана жақтан, мысалы үшін, сіз арманыңызды орындап, машина алып жатсыз. Енді қазір үйіңізді алайын деп жатсыз. Енді өзіңіз жаңағы біраз армандарды орындап, әке-шешеңізге көмектесіңіз, бүкіл кредиттерді жауып тастаған шығарсыздар. Енді қарыз ешқандай еш нәрсеге кірмей,
тек қана алға қарай өсіп келе жатқан сіздің арманыңыздың орындалып келе жатқаны, мысалы үшін кезінде өзің ойлайсың, сен сияқты 21 жастағы басқа бір жігіт, Көңілбай деген жігіт. Анау жақтан отырып, неге біздің армандарымыз осылай орындалмасқа деп сол программаны жазған болатын. Енді сол программаның қасында, сол жаңағы сіз менің қасымда міне жетістікке жетіп тұрсыз, ал сіздің жетістікке жетуіңіз менің арманым болған. Представляете, сонда қазақтың жігіттері, қыздары, бақытты отбасылар болса, жақсы адамдар болса деген ниеттеріміз болды, Аллах тағала соған қабілетті. Сізде асыл адам деген сағат бар ма қазір? Асыл адам деген сағат бар, бірақ папам ападар дейді ол сағатты. Өте қымбат сағаттың бірі, бірақ бағасы кэшбэкпен алсаңыз 75 мың теңге. Асыл адам деген сағатты тағып жүру деген ол да біраз дәреже деп ойлаймын, сондықтан әкеңізге сыйлағаныңыз жақсы болған екен. Жалпы негізі әке шешеңіз қалай, өзгерістерге дайын болды ма? Әке шешем өзгерістерге дайын болды. Біраз нәрсені жалпы қазір біраз нәрсені ақылдасып жасайтын болдық. Шыны керек, үйде біраз нәрсе өзгеріс болды. Үйге де біраз көмектесіп жатырмыз. Қазір енді үйленейін деп жатырмын ғой, Алла жазса. Сол үйлену тойға әке шешеме ақшасын почти өзіңіз шығарып жатқан шығарсыз, өзім шығарып жатырмын. Салмақ салмай жартысын өзім шығарып жатырмын десем. Солай істеу керек негізі. Құрметті жастар, әке шешеге салмақ салып сені үйлендіруге мен міндетсің демей, сен маған бір нәрсені алып беруің керексің, сен істеуің керексің деп әкеңе дікілдемей, осы міне әділ сияқты таза жұмыс жасап, адал ақша тауып, одан түскен пайданы жаңағы өзіңіздің үйлену тойыңызға да ең құрғанда жарты ақшасын жинап берсем де, қазір үйлену қиын болып кетті ғой. Қазір үйлену қиын болып кетті, барлық қымбаттап жатыр, шыны керек. Бірақ міне қарасам, түрінде қарасам, тура кинодағы жігіттер сияқтысың. Рахмет. Бұрынғыдан қарағанда өзгерістер көп, сондықтан өзгеріс тек қана киімде емес, бетінде, адамның көзінде және те оның астындағы автокөлігінде, қалтасындағы ақшасында емес. Құрметті достар, өзгеріс жүректе. Сондықтан бірінші жүректі дұрыстауымыз керек, ниетті дұрыстауымыз керек. Міне қазір бұл жігіттер садақа жасайды, қайырымдылық жасайды. Бұрын біреуге бір нәрсе бермек түгілі, сіз ойлайтын тұрсыз, менде ақша жоқ, мен немді берем деп тұрсыз ба? Қазір енді уже сізде шамалы жағдай болғаннан кейін алушылардың емес, берушілердің қатарынан біз, Аллаға мында бір шүкір. Жалпы апта сайын, жалпы жұма сайын негізі жәнегі неме беруден шаршамаймын, қайырымдылық жасаудан шаршамаймын, мұқтаж адамдарға көмектесуден шаршамаймын. Жалпы енді мешітке де барып, жұма намазға да барып тұрамыз ғой. Жұма намазға да мешітке де барып тұрамыз. Жалпы сол жұма намазда енді жәнегі көмек сұрап келген адамдарға жалпы мен өзімнің көмегімді беруді аямаймын, бір сөзбен айтқан кезде. Жалпы негізі Аллах тағаланың ризашылығы үшін ақшаны көбірек берсең, Аллах тағала да сенің табысын еселей береді. Бірақ оны беру деген оны жаңа қайыршыларға ғана беру емес, сіз оны енді қайырымдылық қорларға. Құрметті достар, осы жерде мен сіздерге бай адамның 3 құпиясын ашып берейін. Бірінші, бай адамда мысалы үшін резервный фонд деген болу керек. Резервный фонд сізде тек қана криптовалютамен. Одан кейін фонд развития деген өзіңді оқытып дамытатын, яғни сіз оқуыңызға, дамуыңызға, миыңызға инвестиция құюыңыз керек. Үшінші, благотворительный фонд дейміз, қайырымдылық қор сізде болу керек. Қайырымдылық қорға сіз ақша жинайсыз. Мысалы үшін тапқан табыстың жаңағы резервный фондқа, фонд развитияға 10% салып тұрсыз ай сайын. Ең артынан содан кейін жаңағы қайырымдылық қорға жаңағылардан жиналған ақшадан 10% бересіз. Сол 10%-тің, мысалы үшін айтайық, сіздің қайырымдылық қорда 100 мың теңге ақша бар, бірақ сол 100 мың теңгенің бәрін садақаға беріп тастамаңыз. Оның белгілі бір мөлшерін мен айттым сізге. Керек болса сізден келіп біраз адамдар сұрасын соны ғана садақаға беріңіз, а қалғанын қарызға беріңіз. 5%. Туыс-туғандарыңыз бар, жора-жолдастарыңыз бар, бәрі келіп әділ маған қарызға ақша берсе, сол қайырымдылық қорына жинаған ақшадан бересің. Ол адамдар қайтып әкеп берсе, қайттан салып қоясың. Кейін біреу келіп сұраса, оған бересің. Сөйтіп қайырымдылық қорында оборотта ақша болу керек. Кейін бір адамдар бермей қалса, соларға 3 рет сұрайсыз, 3 реттен кейін ұяты болса береді. Бір ұятсыз адамдар болып жатса, бере алмай қалып жатса, тіпті бір жағдайы болмай қалып бере алмай жатса, Аллах разылығы үшін кешіресің. Өйткені ол сізде қайырымдылықта болған ақша тұғын. Сондай жағдай жасаған адам, және те осы резервный фондта балаларын өткізсем, ол балаларын тура солай жасайтын болса, ешқандай қазақтың балалары кедей өмір сүрмейді. Жан-жағымыз кең дала, көріп тұрғандай, осындай қанша ата-бабамыз білектің күшімен осындай қарасаңыз, осындай Алатаудай мына жақтан батысқа, омбы, томбы, Саратқа дейін негіз алып берген, оның бәрін қазір Ресейге бердік қой. Ал енді мынандай жер шарындағы 9-шы орын алатын жерді бізге білектің күшіне сенген кезде қалдырды Аллахтың қалауы. Енді мына білімге сенген кезде,
осыны біз айырылып қалмай өзімізден кейінгі ұрпақтарға кәдімгідей беруіміз керек, жеткізіп беруіміз керек. Біздің елде біз кредит төлеп ақша тауып кредит төлеуге келген жоқпыз. Біз өмір сүруге келдік. Сондықтан өмір сүріп жатқан бақытты жігіттің аты Әділ, Алла қаласа сіздермен бірге осы кісі жұмыс жасайды деген ойдамыз. Ал енді Әділдің машинасының ішін обзорын көрейік. Қандай машина, қалай алды? Бірақ бұл кісінің бірінші алғашқы машинасы ау деймін, иә? Алғашқы машинам, иә. Сондықтан бір-екі рет сарапина болды. Мен анау-мынауның бәрін көрген жоқпын, бірақ естіп жатырмын. Жүрген кезде де бұл кісі енді менің ең бірінші машинам Москвич болған тұғын. Сендер бақыттысыңдар, мынандай парктроник, типтроник, бір нәрсе, камера бәрімен осындай машинадан бастап жатсыздар. Біз Жигулиге арман болған біз үшін. Сондықтан кеттік, машинаның ішін көріп шығайық. Қалай, қаланың ішін аралап